Соның арқасында асқазаны бұзылмай, көңілі орнықты, сабыры берік болған. Бүгін біз микрофлора миға әсер етеді, көңіл күйдіреді дейді, күйзелісті азайтады деп айтып жүрміз. Ал бұрынғы үлкендер мұны ғылымсыз-ақ білген. Ағарған ішсе ішек тынышталады, бой сергиді, ас қорыту жеңілдейді. Бұл микрофлора тақырыбының ең қазақы, ең түсінікті көрінісі. Яғни бүгін ғылым дәлелдеп отырған шындық ауыл өмірінде баяғыдан бар. Сонымен қатар пайдалы бактериялар ішектің қорғаныш қабатын сақтауға көмектеседі, қан деңгейін реттейді, ағзаның жалпы төзімділігін арттырады. Ал микрофлора бұзылған кезде В тобы витаминдері дұрыс сіңірілмейді. Соның салдарынан мазасыздық, ашуланшақтық, ұйқының бұзылуы туындайды. Ғалымдардың көптеген елде жүргізген зерттеулері ішек микрофлорасының бұзылуы депрессия, үрей, созылмалы шаршаумен тығыз байланысты екенін көрсетіп отыр. Ұзаққа созылған стресс